Сіздің өміріңізді сақтап қалатын ақпарат айтамын. Менің байқағаным, адамдар дәрумендерге ақша таппайды да, темекіге ақша табады, тортқа ақша табады, тіпті алтынға да ақша табады, 10-шы көйлегіне де ақша табады. Ал денсаулықты қалыпқа келтіру, шөлдеп тұрған ағзаға дәрумен беру деген кезде витамин қымбат дейді. Қымбат ертең саған диагноз қойғанда қымбат. Қымбат ертең пачкілеп дәрі ішкенің қымбат. Қымбат аурухананың табалдырығын тоздырғаның қымбат. Бұл тек ақша бойынша қымбат емес, қаншама уақыт, қаншама нерв, өмір бойы саған қымбат шығады. Өйткені ағза күтпейді, өмір күтпейді, ода кейінге қалдыру деген жоқ. Бір күні сіз жас келді дейсіз. Бұл жас емес, бұл жылдар бойы еш дәруменсіз, кока-кола мен пирожкимен өмір сүрген ағзаның жан айқайы. Өзіңізді алдамаңыз, денсаулық мәңгілік емес. Сіз оны бүгін тамақтандырмасаңыз, ертең ол сізді қорғай алмайды. Бір күні тып-тыныш, еш күрессіз беріле салады. Сізде кедейлік немесе ақша жоқтық емес, сіз жай ғана денсаулықтың құндылығын түсінбедіңіз. Денсаулықтың құндылығын түсінген күні сізде ақша да, ресурс та табылады.